Бүгінгі біздің әңгімеміз бала тәрбиесі туралы болмақ. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгін біз баланың мінезі туралы және оған қалай дұрыс қолдау көрсету керек екені жайлы сөйлесеміз. Кейбір балалар өте белсенді, кейбірі ұялшақ, ал кейбірі сезімтал болады. Бұлға қалыпты жағдай. Өйткені әр бала бөлшек ерекше тұлға. Ата-ананың басты міндеті баланың мінезін өзгерту емес, оны түсіну және қолдау көрсету. Бала ренжісе немесе ашуланса, жылама немесе қойшы деп тоқтатудың орнына оған: саған не болды? Неге көңінің түсіп кетті? Бала өзін тыңдап жатқанын сезінсе, ол сізге сенеді. Балаларға жылы сөз өте маңызды. Мысалы, сен қолыңнан келеді, мен саған сенемін, жарайсың. Осындай сөздер баланың сенімділігін арттырады. Құлатына. Егер бала қателессе, оны бірден ұрыспаңыз. Қателік үйренудің бір бөлігі. Балаға келесіде қалай жақсы жасауға болады? Ғана. Ең бастысы балаға махаббат, түсіністік және қолдау көрсету. Сонда бала өз-өзіне сенімді, мейірімді және бақытты болып өседі. Егер бұл кеңестер сізге пайдалы болса, лайк басып каналға жазылыңыздар. Келесі видеода тағы да пайдалы тақырыпта кездесеміз.